Сәлеметсіздер ме? Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бұл видеодан топиктің не екенін және не үшін тапсыратынын, қалай дайындалу қажет екенін, сонымен қатар дайындалуға материалдар ұсынамыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы топик деген не? Топик корей тіліндегі деңгейіңізді анықтауға арналған экзаменнің түрі. Топик 2-ге бөлінген. Топик 1 және топик 2. Корей тілінде 6 деңгей бар. Топик 1 арқылы бірінші, екінші деңгейді алуға болады. Ал топик 2 арқылы үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы деңгейлерді алуға болады. Яғни 2 экзаменді бөлік тапсыру қажет. Қанша балл жинайсыз, сонша деңгейді аласыз. Топик 1 тыңдалымнан, оқылымнан тұрады. Бірінші деңгейді алу үшін 80 балл жинау қажет, ал екінші деңгейді алу үшін 140 балл алуыңыз қажет. Топик 2 оқылым, жазылым, тыңдалымнан тұрады. Үшінші деңгейді алу үшін 120 балл қажет. Төртінші деңгейді алу үшін 150 балл жинау қажет. Бесінші деңгейді алу үшін 190 балл жинау қажет. Алтыншы деңгейді алу үшін 230 балл қажет. Бұл экзаменді не үшін тапсырады? Кореяға оқуға грантқа түсу үшін, яғни мемлекеттік гранттарды ұту үшін тіл білу шарт екені сізге мәлім. Осы экзаменнің сертификатының көмегі арқылы грантқа түсе аласыз. Кореяға жұмысқа тұрғанда да, тіпті виза алғанда да осы сертификатты қолдана аласыз. Топикті тапсыруға арналған кеңестермен бөліссем. Біріншіден, көбірек сөз жаттаңыз. Сөздік қорыңыз мол болса, онда мәтіндерді түсіну барлығы қиынға түспейді. Екіншіден, алдыңғы жылғы тесттерді шешіңіз. Топиктің ресми сайтында өздері алдыңғы жылғы тесттерді шығарып тұрады. Соларды шығарып алып талдап шешіңіз. Үшіншіден, уақытыңызды үнемдеп үйреніңіз. Таймер қойып шешіңіз. Және де тек қана кітаптарды қолданбай, өзге де материалдарды пайдаланыңыз. Қосымшалар, сайттар, тағы да басқа материалдар көп. Ал ол материалдар жинақталған чек-лист дайындадық. Алу үшін Инстаграмға тіркеліп жекемізге топик деп жазыңыз. Дайындалуға кітаптардың файлы барлығын сонынан таба аласыздар.